Бәріңіз сәлем. Егер де сіз қандайда бір елге баруды армандасаңыз, ол ел жайлы көптеген ақпарат жинап таныстарыңыздан сұрай бастайсыз. Ол елдің тәртібі, мәдениеті, тыйым салынған заңдары тағы басқа да. Бірақ та кейбіреулеріміз ойлауымыз мүмкін, ол елдің заңдылықтары біздің елдің заңдары сияқты ұқсас деп. Айта кетсек, сіз сол елге сапар шексеңіз, заңдарының, мәдениеттерінің басқа екеніне көз жеткізесіз. Что это за дурацкий закон? Если он кажется вам дурацким, взгляните сюда. Не чихать, не скакать на одной ноге, не сопеть. И главное, не ковырять в носу. Бірақ та әр заңдылықтардың өзіндік қызықтары бар емес пе? Сол қызықтармен әр адамға әркелкі қызықты. Сонымен басқа елдегі заңдылықтардың қандай болатынын сіз бен біз көретін боламыз. Олай болса, кеттік. Түнде әжетхана қолданбауы. Швейцария елінде түнгі сағат 10:00-ден кейін әжетханаға отыруға тыйым салынады. Әрине барлық жерінде емес, тек көп қабатты үйлерінде және де ваннаға түсуге қатаң тыйым салынған. Ал керек болса, түн ішінде ішің ауырса бітті дей беріңіз. Қандай қиын. Швейцария тұрғындары осы заңға қатты бағанатын көрінеді. Неге бұл заңдылық соншалықты қатал? Барлық мәселе судың дауысында екен. Түнде шырылдаған судың дауысын көп тұрғындар ұнатпайды екен. Суды айдаған уақытта судың дауысын барлығымыз білеміз ғой. Ваннаға су толтырғанда да судың дауысы осылай естіледі екен. Тек қана жылдам душ қабылдасаңыз ғана рұқсат беріледі. Ал шалқайып ванна қабылдау заң бұзушылыққа жатады екен. Осы мәселе көп елдің ашуына тиген көрінеді. Сол себепті елдің техникалық ғалымдары дауысы естілмейтін әжетхана және ванна ойластырып жатқан көрінеді. Егер де ғалымдар тапса, ондай әжетханамен қанша пайдаланғыңыз келсе де сонша пайдалана алады емес пе? Сағыз шайнау. Сіз мүмкін естіген боларсыз, бұл тыйымды Сингапур елінде бар екенін. Сингапурге барған адамдарға таныс болар. Бірақ та Сингапур елінде сағыз шайнау былай тұрсын, оны сатып алуға, сатуға, өзіңмен бірге алып жүруге қатаң тыйым салынған. Тек қана арнайы дәріханада сатылатын, темекі қойдыратын, асқазандағы ауруды жоятын сағызды ғана шайнауға рұқсат берілген. Бұндай сағызды тек қана арнайы дәріханалардан ғана табылатын көрінеді. Ал қалғандарының барлығы қатаң түрде тыйым салынған, және де өте үлкен көлемдегі айыппұлға әкеліп соқтырады. Не себепті деп ойлауыңыз мүмкін? Сағыздың зияндығын тек мемлекет қана көреді деп есептейді. Мысалға сіздерге таныс болар, сағызды үстел астына жабыстыру, не болмаса парта, қоғамдық көліктердегі орындықтар, тетікшелер, есіктер, тағы басқа. Атап айтқанда, тазалаушы жандарға сағызды тазартуға қиын соғатыны белгілі. Ең басты себеп адам көп шоғырланған аймақта метро көп қолданылатыны бәрімізге аян. Көптеген тәртіпсіз балалар сол метроның автоматты есігінің ашылу тетігіне осы сағызды жабыстыра берген көрінеді. Кейініректе автоматты есік істен шығып, есік ашылмай қалады. Жөндеу жұмыстарымен айналысатын адамдар бұның бәрі сағыздан екеніне көз жеткізгенді. Сол себепті Сингапур үкіметі бірден тыйым салды. Сингапур үкіметі сағыздың пайдасынан гөрі зияны көп деген тұжырымға келді. Қазір Сингапур таза елдердің қатарына кіреді. Айтпақшы, айта кететін жайт, сағыз кішкентай ауладағы сайрап жүрген шымшықтарға да зиян. Оны дәнмен шатастырып жеген шымшыққа зақымы көп сияқты. Жалпы осындай тыйымға қазақ елі қалай қарайды екен? Біз қаншалықты сағыз шайнауды ұнатамыз? Төменге комментарийға жарыса қалдыра кетейік. Мұрын шұқымау. Израиль елінде сенбі күні мұрын шығуға тыйым салынған. Бұл елдің заңдылықтары қызық, әр күні бір тыйымдар бар. Әрине сырттан келген адамдар бұндай заңдылықтарға үйрене алмайды емес пе? Сол себепті айыппұлдарға ілініп жатады. Осылардың ішінде ең қызығы әрі таң қалдыратыны әрине ол мұрын шығу, не болмаса сіңбіру. Бірақ та туристер үшін бұл қызық болғанымен, бұл заң иудей дінінің өкілдеріне ғана қатаң тыйым салынған көрінеді. Әр елде әртүрлі қызық заңдар бар. Қар атысы ойыны. Көптеген қар жауатын мемлекеттерде алғашқы қар түскенде балалар қар атысы ойнайды емес пе? Сіздердің де естеріңізде шығар. Кейде бұндай ойындарға үлкендер де кірісіп кетіп жатады. Әрине балалық шақты еске түссе, бұның бәрі ыстық көрінеді ғой. Бірақ та Американың Колорадо штатының Северанс қаласында қармен ойнауға мүлдем қарсы екен. Бұл жерде 100 жылдай бойы қармен ойнауға тыйым салынған. Кезінде бұл қаланың адамдары бұзық болғаны соншалық, қар ортасына тастар не болмаса қатты заттарды салып
от адамдарға лақтырып жарақаттап үйлердің әйнектерін сындыра берген көрінеді. Сол себепті қармен ойнауға әкімдік қатаң тыйым салыпты. Осы аймақтың көп балалары қармен ойнауды жақсы көріп, бірақ та заңға қарсы шыға алмапты. Әрине, ол дегенің үлкен айыппұл болған. 1920 жылдан бергі бұл қатаң заңды үлкендер емес, кішкентай бала жоюға көп амалын тигізді. Яғни Дейн Бест атты бала өз сыныптастарымен сол қаланың мэрімен кездесуге барғанда осы тақырып талқыланыпты. Мэр қала тарихы, мәдениеті, тұрмыс тіршілігі жайында баяндағанда көп баланың ішінен Дейн Бест шығып, қармен ойнау заңдылығын алып тастауды өтініпті. Қала мэрі ойланып, шынында да бұл бала ойыны ғой, қазіргі кезде бұның еш зияндығы жоқ деген тұжырымға келіпті. Бірақ та мэр балаға 5 минуттық презентациямен және 20 қол қойылған өтінішпен келуді сұрапты. Дейн презентацияға жақсылап дайындалып, қармен ойнаудың еш зияндығы жоғын дәлелдеп берді. Осы кезде ол 9 жаста болатын. Ал сіз 9 жаста не істедіңіз? Біздегі 9 жасар балалардың хиті мынау емес пе? Манка деген балан. Сапса! Өлуге болмайды. Норвегия елінің Шпицберген аумағында Лонгер атты қалашық бар. Сол аймақ суық белбеуге жатады. Орналасқан жерінің өзі солтүстік мұзды мұхитта екен. Шпицберген өз статусымен танымал. Бұл жерге қыдырып барғанда, не болмаса жұмыс жасауға барған адамда қызық деректермен таң қалуы мүмкін. Бұл аймақ әрқашанда суық және сол жерден сіздер қарт адамдарды көрмейсіз. Себебі бұл аймақта өлуге тыйым салған. Бірақ та неге деп сұрақ қоюыңыз мүмкін. Жалпы алғанда, егерде сіз ауырып қалып, ауру асқынатын болса, сізді бірден Осло қаласына жібереді екен. Құлаққа бір жағымсыз естілетін сияқты. Ал егерде басқа да жайттармен адам қайтыс болатын болса, қайтыс болған адамды да сол Осло қаласына жібереді екен. Оның себебі қала шетіндегі зиратқа адамды жерлеуге қатаң тыйым салынған. 1950 жылы адамды жерлеу кезінде бұрынғы мәйіттердің бұзылмағанын байқаған. Оның басты себебі жердің өте суықтығы. Ол өте үлкен мәселеге алып соқтырды. 1918 жылы Испания пандемиясымен бұл аймақтың адамдары да ауырған. Осы пандемиядан қайтыс болған адамдарды сол жерге жерлеген. 1950 жылы сол қайтыс болған адамдарда испан вирусының әлі бар екеніне көз жеткізген. Еске сала кетейік, бұл пандемия жер шарының 5% адамын жалмаған вирус. Осыған байланысты аталған жылдан бастап бұл аймаққа адам жерлеуді тоқтатқан. Лонгерде басқа да тыйымдар бар. Айта кетсек, мысық асырауға және де көп мөлшерде арақ ішуге болмайды. Бір қызығы, әр адамға кішігірім винтовка алып жүруге рұқсат берген. Себебі ағайу анда-санда бұл жерге қонаққа келіп кетеді екен. Жолда жанармайсыз тұрса. Немістердің автобандарында елдің ерекше адам таңырқайтындай заңдылықтар бар көрінеді. Жалпы автобанның кейбір жерлерінде біздегі автобандар сияқты арнайы демалатын орындар бар. Және тек сол жерге ғана тоқтауға рұқсат етіледі екен. Бірақ та сіз мәз болып автокөлігіңізбен жүйткіп келе жатып жанармайыңыз бітіп қалып тоқтап қалсаңыз, сізге бірден айыппұл салады. Себебі бұл жолдарда көлік жылдамдығы өте жоғары етіп көрсетілген. Автокөлік тоқтап қалған жағдайда үлкен көлік кептелісі не болмаса аварияға әкеліп соқтырады деген сенімде. Сіз менің жанармайым бітіп қалды деп ешқашан жалтара алмайды екенсіз. Басты себеп көлік жүргізушісі бензиннің бар жоғын өзі реттеу қажет. Аз бак қорымен шықса, әрине жүргізушісі кінәлі дейді екен. Фотоға түсіру. Қазір бәріміз фотоға түсіруді, селфи жасауды жақсы көреміз ғой. Бірақ та бірқатар мемлекеттерде суретке түсіруге қатаң тыйым салынған. Солтүстік Кореяға қыдырып бара қалсаңыз, көптеген тыйым салынған жайттар алдыңыздан шыға келеді. Әрине, ол заңмен келіспесеңіз, сіз ол жерді аралап көре алмайсыз. Бірден сөмкеңізді арқалап артқа қайтасыз. Ал егер келіссеңіз, қонақ үйден гидтің рұқсатынсыз шығуға, гидтің рұқсатынсыз суретке түсіруге қатаң тыйым салынған. Ал егер байқамай фотоаппараттың шүріппесін басып қалған жағдайда айыппұл арқаласаңыз, қуанасыз әрине. Солтүстік Корея үкіметі одан да ауыр жаза беруі мүмкін. Жалпы суретке түсіру ақш-та да тыйым салынған. Ол елде жеке адамның үйін түсіруге болмайды. Сол секілді оңтүстік Кореяда да жас қыздарды суретке түсіруге болмайды екен. Үйлену рәсімін тоқтату. Естеріңізде шығар, шет елдердің ескі киноларында әкесі қызын жетектеп әкеліп күйеу баланың қолына беретінін. Және де неке қиятын адам екі жасқа қарап, кім бұл некеге қарсы деген кезде есі жақтан мен қарсамын, бұл қалжың емес.
Сол кездің жастары да бұл киноны беріліп көрді емес пе? Жалпы оңтүстік Австралияда үйлену рәсімін бұзуға қатаң тыйым салынған екен. Және де жерлеу рәсімін бұзған адам да қатаң жазаға тартылады. Біздің елдегідей 5, 10, 50 айлық көрсеткіште емес әрине. Егер де осы заңды бұзған адам кінәсі мойындалса, біздің теңгеге шаққанда 5 миллион теңгеге жуықтайды екен. Кейбір қатаңдылыққа байланысты 2 жыл бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бүгінге осы достар. Видео ұнаса авансты майлы лайктарыңызбен баса кетіңіздер, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті бірге дамытайық.